басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып сіздерге аса жағымды жаңалықты жеткіземіз. Осы әлгінде ғана орыс, украин келіссөзі басталыпты. Бұл келіссөз Путиннің масқара болып жеңілгендігінің, шарасыз қалғандығының, Украинды бір-ақ тәулікте жаулап алам дегеннен жаулай алмағандығының, бүкіл дүние жүзінің алдында масқара болып, қарабет болып, агрессор, шапқыншы, импершіл, шизофрен, есалаң, рухани психикалық ауытқы бар, Сталиннің ауруымен ауыратын, Гитлердің ауруымен ауыратын масқара бет-бейнесін ашты. Украин кепті берген жоқ. Украинның бүкіл халыққа қарсы тұрды. Тіпті шет аймақтарындағы орыс танкілер басып кірген ауылдардың өзінде халық танкінің алдына жатып алды, әнұрандарын шырқап тұрып, жай қарапайым халық және молотов коктейлінің өзімен танктерін өртеп жіберді. Іші быт-шыт, танктерінің ескіргені соншалық, танктегі жүргізушілер отыратын орындыққа дейін ескіріп, тозып, кәдімгі қоқыр-қоқысқа айналып кеткен ғой. Ал міне дрон, байрақтар мынау қырып жатыр. Міне кеше ғана мынау Шығыс Еуропадағы елдер Польшадан қаруларын беріп жатыр, ұшақтарын беріп жатыр, әскери ұшақтар келді. Орыстың 200-ге жуық әскери ұшақтары тасталған болды. 200-ге жуық әскери ұшақ тасталған болды. Танкісінде қисап жоқ. Танкінің өзі бір 2 неден асып кетті. Ақпаратты легінде үлгірмейсің. Бүкіл Путин байлығынан, оның айналасында команда бүкіл байлығынан айырылды. Рубль кетті құнсызданып, әлгінде ғана қарасам, тағы құнсыздану үстінде. Әлгінде ғана 40% десем, енді 50%-ға кетуі мүмкін. Міне, 50%-ға. Ал бұның барлығы нені білдіреді? Путин шарасыз қалды. Бүкіл әлемдік қаржылық қыспақ, суифттен шығару, міне бүкіл дүние жүзі Украинды қолдап кеткенде шарасыздан келіссөзге барған. Ал бұл келіссөзде Украин тарап міндетті түрде Ресейге бүкіл шығынды төлетуі мүмкін, Қырымнан шегіндіру мүмкін, сепаратистердің жаулап алған 2 облысын, Луганск мен Донецкіні кері қайтаруы мүмкін, немесе Қырымды жаулап алған Ресейге төлетіп, Қырымды қайтадан Украин жері деп мойындап, Ресей оны кезекпен бір жолда емес, кезекпен босатып берем деуі мүмкін. Қысқасы, келіссөз үстеліне келу Путиннің масқара жеңілісі. Себебі сендер тізе бүгіңдер деп қана кеше осы уақытта айғайлап тұрған Путин, кеше Путиннің пропагандисттері, Путиннің ауруымен ауыратындар жынын буған бақсы құсап, езөріп тұрған, бүгін жынын алдырған бақсы құсап, кәдімгі сүлмірейіп отыр. Бұл Украин халқының үлкен жеңісі, және Еуропа, Американың жеңісі. Бұл бүкіл дүниежүзілік адамзаттық қауымдастықтың жеңісі. Міне осы әлгінде ғана Еуропадан Украинға $500 миллиард қаржылық көмек берілетін ол белгілі болды. Енді мен аударып оқып үлгірмей жатырмын. Тіпті кейбір газеттердікін аударып қарасам, 4-5 сағаттың алдында хабарды ескі хабар деп оқымай жатырмыз қазір. Әзіргі хабарды әзір оқып жатырмыз. Әрине, Ресей үлкен империя, ойбай Путинді тұтқындапты, Ресейде саяси өзгеріс болды деген хабарды мен қазір ұйықтасам, көзім ұйқы тығылып әрең отырмын. Мен қазір ұйықтасам, сол оянғанымда сол Путин тұтқындалыпты, Путин өзін-өзі атып өлтіріпті, Путинді ұстап атып кетіпті, Ресейде саяси өзгеріс болып, шұғыл сот ашылып, Путинді атып тастапты десе бар ғой, мен таңырқамаймын. Жақсы, жарайды, ұйықтап алайыншы деп ұйықтай беруім мүмкін да. Міне, бұл енді дүние жүзі осындай жағымды жаңалыққа қазір қарық болып жатыр. Сондықтан барлықтарыңызға мынау ойбай Украин келіссөзге кепті деп, ол мен 100% тыңдамасам да біліп тұрмын, мына орыстың жаңағы есерсоқ, өктем, жаңағы сондай бір құтырық журналистері біз мәжбүрлеп келіссөзге келді. Атаң бас сен мәжбүрлеп алып келді.
сен жаулап аламыз дегенсің, біз обедті Киевтен ішеміз дегенсің, бір тәулікте Украинды жеңеміз дегенсің, күні кеше айғайлап тізе бүксін дегенсің. Ал бүгін міне келіссөзге келіп отырсың. Сен мәжбүрлеп келіссөзге отырғызған жоқсың. Сен тасталқан бүкіл Ресей міне дағдарысқа ұшырап, ақшаң міне 40-50% құнсызданып, бүкіл Еуропа Ресейдің ұшағына, жолаушылар ұшағына кеңістігін жауып, бүкіл Ресей азаматтарына виза беруді тоқтатып, бүкіл Ресей ақпаратын тарату тоқтатып, Facebook, Twitter, әлеуметтік желі бүкіл Ресейдің қаржыландырып отырған пропагандалық аккаунттарын бұғаттап, осытып отырған жағдайға тура келдік. Сондықтан бұны орыс тілді медиаларды айтатын, ойбай біз Украинды келіссөз үстеліне мәжбүрлеп алып келдік емес. Ресей масқара болып, тасталқан болып, қаржысы күйіп, ақшасы құнсызданып тасталқан болды. Енді Ресейде алдағы уақытта егер осы соғыс жалғаса беретін болса, ашаршылық басталады. Ресейдің қалаларында онсыз да ереуілдер күшейіп тұр. Сондықтан мына қазақ тілді қазақтар шалапала орысшаларыңызбен болса да, Ресейдің Facebook аккаунттарына қосылып, орыстың аккаунттарына қосылып, Ресейдің медиаларының астына тіркеліп, жаңағы орыс жеңіліп жатыр, 5300 солдаттарың өліпті деп, жаңағы украиндық ақпараттардағыларды көшіріп алып, жаңағы копипаст жасаңыздар. Украиндық сайттағы ақпараттар Ресейде ашылмайтын қылып тиіп тастапты. Енді соның бәрін ресейлерге жеткізіңіздер. Орыс халқы тезірек көзін ашсын. Сосын орыс жеті әкесінің басы қалған сол өзінің құрттай жерінде қалсын да, тұтасымен орыстың тепкісіне боданына түскен 2 ғасыр, 3 ғасырдан бері Ресейдің отарлауына ұшыраған бүкіл халық анау қиыр шығыстан тартып, мынау Қазандағы татар, ноғай бауырларымызға дейін бүкіл Ресейдің тепкісінде бүкіл халықтар, еуропалық халықтар, азиялық халықтар, кавказдық халықтар бәрі азаттыққа алсын. Бізде әлгінде айтқандай орын-орнымызды алып алайық, тағы басқа ата-бабамыздың жерін алып алайық. Сондықтан қазақтар жақсы түс көріңіздер. Сіздерде етті екен ғой. Бізде қазір 6-дан 38 кетті. Бұл таңғы сағат 6-дан 38. Міне, Құдай қаласа бізде таңғы қонақ үйде таңғы шайымды ішіп алып, мен де ұйықтайын. Жақсы аман сау болыңыздар. Жағымды жаңалық көп болсын. Құрметпен Сержан Бешті. Айтпақшы, бөлісіңіздер, ұмытпаңыздар, комментарий жазыңыздар. 60 апа 70 жерлеріңізге жеткізіңіздер. Жақсы сау болыңыздар.